Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен краб қосылған крабовый салат дайындайтын боламыз. Өте керемет, тойымды салаттардың бірі болып табылады. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді бастаймыз. Салатқа қажетті заттардың барлығын 4 бұрышты пішінде турайтын боламыз. Ең алдымен краб турап аламыз. Огурцымызды тураймыз. Мұнда менде вареный колбаса. 4 бұрышты етіп әдемілеп турап аламыз. Төрт дана жұмыртқа турап аламыз. Туралған заттардың барлығын ыдысымызға саламыз. Жұмыртқа, колбаса, огурцы, краб, жүгері консерведегі и қайнатып алдын ала пісіріп алған күріш. Кішкене зелень. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұз себеміз үстінен. Мен барлығына бірден майонез араластырмаймын. Өзімізге керекті мөлшерде ғана алып, басқа ыдысқа майонезімізді салып, араластырып аламыз. Мінекей салатымыз дайын. Өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Молли.